Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін вакуум жайлы видео түсіремін. Вакуум деген енді өте эффективті, өте керемет жаттығу. Әйелдерге особенно менде инстаграмда көп адамдар сұрайды, соларға жауап арнайы сіздерге түсіріп жатырмын. Жалпы вакуум дегеніміз не ол? Қандай жаттығу? Ол деген ішке арналған жаттығу. Көбінесе әйелдер жасайды. Жалпы ол йогадан келе жатқан жаттығу, дыхательный практика болып саналады. Ал осындай модный болып, осындай популярный болып кеткен ол Арнольд Шварценеггердің арқасында. Сол кісі өз денелі болса да, ішін кетіруге, ішіне арнап осы жаттығуды ылғи жасайды. И сол арқылы танымал болып кеткен, сонау Америкадан бізге келген жаттығу. Бұл жаттығу босанған әйелдерге, іші қалып қойған, іші шығып кеткен, салбыраған әйелдерге ішті кетіруге, плоский теп-тегіс қалдыруға көмектеседі. Яғни барлық жырларды кетіруге, мынау біздің белімізді, талиямызды қылдай қылуға көмектесетін жаттығу. Вакуумды қай кезде жасау керек? Таңертең тұрған кезде натощак, ешқандай тамақ ішпей тұрып, ешқандай су ішпей тұрып жасау керек. Кішкене ғана су ішуге болады, организмімізді процестерді запускать ету үшін. Және міндетті түрде кіші дәретке барып алу керек, ішімізді босатып алу үшін, и жаттығу жасауға кірісу керек. Вакуум жаттығу қалай бізге көмектеседі, оның қандай пайдасы бар? Қараңыздар, жалпы ішті кетіру үшін пресс жаттығулар бар екен, біз жақсы білеміз. Пресс жаттығулары біздің мынандай прямой мышцамызға, косой мышцаларымызға жақсы көмектеседі. Соларды, сол бұлшықеттерді дамытады, пресс пайдалануына көмектеседі. Бірақ біз қанша пресс жасасақ та, қанша тырыссақ та, пресстің артында тұрған ішкі висцеральный жир деген бар, сол мынандай прямой мышца бар, сол ешқалай әсер ете алмайды пресс жаттығуы. Ал вакуум именно сол пресстің астындағы бұлшықеттерге көмектесетін жаттығу. Және де вакуум біздің жаңағы ішіміздегі органдарымыз бар ғой, соны өз орнына қояды. Яғни аяғы ауыр әйел, бала жаңағы іші өскен сайын органдарымыз орнынан кішкене жылжиды. Өйткені бала жатқандықтан ол орын керек қой. Ол біз білеміз, бәрі органдар орнынан жылжиды. И босанғаннан кейін ішіміз қалып қояды да, ал органдар сол қалып қояды. Яғни бұрынғыдай өз орны дұрыс тұрмайды. Сол себептен де вакуум жаттығу керек. Вакуум жасаған сайын біздің органдарымыз дұрыс орнына тұрып жинақталады екен. И за счет этого еще тағы да ішіміз кішкене азаяды екен. Өйткені егер вакуум жасамаған әйелдерде органдары соғалып қалуы мүмкін да, и сондықтан іштері қалып қойған сияқты көрінуі мүмкін. Вакуум жаттығу жалпы біздің қарнымыз бар ғой, қарнымызды кішірейтеді, көлемін кішірейтеді, ішімізді плоский қылдырады, осылай теп-тегіс белімізді, сантиметрларын кішірейтуге көмектеседі. Одан кейін әйелдерде бар проблема бар ғой, запор деген проблема бар. Сол проблемамен күресуге көмектеседі кәдімгідей. Біздің ішкі органдарымызға кәдімгі массаж сияқты әрекет етеді, подтянуты қылдырады, салбыраған нәжде астымызды салбырап қалған ішімізді подтягивать етеді. Одан кейін диастаз деген проблема бар әйелдерде, сол диастазға қарсы күшті көмектеседі. Лично мен өзім жасаймын сол үшін. Одан кейін біздің ішіміздің пищеварение дейді ғой, соған жақсы көмектеседі, және біздің дыханиямызға жақсы әсер етеді. Жалпы дыхание деген денсаулыққа өте үлкен әсері бар екенін білеміз. Көбінесе біз кеудемізбен демаламыз, ішпен емес, ал ішпен демалу деген ол өте маңызды, өте пайдалы. Ал именно вакуум жаттығуын күнделікті жасаған кезде біз ішпен демаламыз да, сондықтан өзіміздің денсаулығымызға күшті әсер береміз. Жаңа вакуум қалай жасайтын сіздерге көрсеттім. Енді техникасын қараңыздар. Мен көрсеткендей, біріншіден бүкіл ауаны іштен шығарасыздар. Одан кейін дыхание задерживать етесіздер. Задерживать еткен кезде одновременно ішіңізді ішке тартасыздар. Кәдімгі жерде усилие жасау керек. Яғни ішті ішке тарту керек, как будто кіндігіңіз арқаңызға жабысып жатқандай. То есть просто так расслабленно тұруға болмайды. Прям усилие жасайсыз ішіңізді, прям ішіңізге қатты тартасыз. Тартып 10 секунд бойы ұстайсыз. Кем дегенде 10 секунд. Ары қарай ұзарта беруге болады. 15-20, енді мен өзім 15 секунд максимум жасаймын, одан қиын уже. Сондықтан минимум 10 секунд, одан кем ол эффективны болмайды. 5 рет жасайсыз, 10 секундтан 5 рет, күніне 5 подход.
Вот сосын бұл басты техникасы, иә. Бірақ сіз жаңағы дем шығару кезінде бүйтіп жантаясыз ба, мысалы отырып жасайсыз ба, жатып жасайсыз ба, без разницы, өзіңізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыз болады. То есть сіз бір блогерге немесе маған қарап мен қалай жасадым, дәл солай жасауға тырыспай ақ қоюыңызға болады. То есть сізге қалай ыңғайлы жасап өзіңіз көресіз. Ауаны қалай шығарған ыңғайлы, солай ауаның барлығын шығарып тастайсыз. Кстати, сол себептен бұл жаттығу вакуум деп аталады. Ауаны шығарып тастайсыз и дыхание задерживать етесіз. Міне сіз уже жаттығу жасап жатсыз. Дыхание задерживать еткен кезде прям ішіңізді жабыстырасыз. Арқаңызға прям мына реброларыңыз көрініп тұру керек. Және мен жаңа жаттығу жасап жатқан кезде ішім шығып кеткен сияқты көрінді. Ол одан неден емес, просто мен тамақ ішіп алып түсіріп жатырмын да. Тамақ ішкеннен кейін жасау өте қиын, соның өзінде менде жасау получилось жасауға. Ал негізінде ішің бос болып тұрған кезде жасау вообще ішің плос, вакуумның кезінде даже ішің плоский болып арқаң кәдімгідей биіп жабысып қалады. Вот, өздеріңіз көресіздер. И ыңғайлылығы үшін айнаға қарап жасаған дұрыс, чтобы ішіңіз қалай болып отыр, жаңағы қалай жасап жатсыз, көріп тұрған солай ыңғайлы болады. Ал енді қараңыздар, вакуум жаттығу өте керемет, пайдалы болғанымен, оның противопоказаниялар бар. Яғни ол жаттығуды барлық әйелдерге жасауға болмайды. Қараңыздар, сіздерге міндетті түрде мен осы вакуум туралы айтқандықтан сіздерді предупреждать етіп айтуым керек. Вакуум жасауға болмайды. Аяғы ауыр әйелдерге жасауға болмайды. Босанғаннан кейін 40 күн өтпесе, яғни послеродовой выделениялар әлі толық бітпесе жасауға болмайды. Кесаревадан кейін 6 ай өту керек міндетті түрде, содан кейін ғана жасауға болады, егер барлығы жақсы болса. Одан кейін ішінде желудогында жаңағы язва, гастрит бар, әйелдерге жасауға болмайды. Гинекологический заболеваниялар бар, яғни киста, миома, полиптер, эндометриоз, соларға жасауға болмайды. Одан кейін егер сізде спираль болса ішіңізде, тоже жасауға болмайды, себебі спиральді жаңа жылжытып қалуы мүмкін, ол түсіп қалуы мүмкін, в общем, кері әсерін тигізеді. Және де көп адамдар біле қоймайды, месячный кездерінде вакуум жасауға болмайды. Өйткені кровотечение болуы мүмкін, все-таки бұл ішке бағыттаған жаттығу болғандықтан жасап не стоит. Тем более даже бірінші күні біз так ішіміз ауырады ғой. И көбінесе овуляция кезінде де болмайды деп оқыдым, бірақ ол қатты критически маңызды емес. Щитовидкамен проблемасы бар, сердечно-сосудистые заболевания, поджелудочное заболевание, сосын давлениесі бар адамдарға жасауға болмайды. Почкасында тасы бар адамдарға жасауға болмайды. Және ішке қандай да бір кез келген операция жасалған болса, жалпы біздің денемізге бір операция жасалған болса, жасауға болмайды. Сосын болезнь легких дейді ғой, біздің кеудеміздің бір ауру болса, тоже жасауға болмайды. Сосын кейін мен оқығаным бар, егер спираль, гормональный спираль болса, болады дейді жасауға, бірақ мен ондайды өзім білмейді екенмін, ол не екенін. Сондықтан просто сіздерге айта салайын деген. Егер сізде солай болса, значит, онда болады жасауға. Ал қалған жағдайда, егер денсаулығыңыз бәрі жақсы болса, жасауға болады. Бірақ на всякий случай міндетті түрде бірінші дәрігерге барып кеңесін алуыңыз керек. Содан кейін ғана рұқсатымен ғана вакуум жасауға кірісіңіз. Осымен видео аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Комментарий жазыңыздар, барлық сұрақтарға жауап беремін. Өздеріңіз құрбыларыңызбен бөлісіңіздер, таныстарыңызға жазыңыздар. Менің инстаграмыма жазылыңыздар, міндетті түрде. Ол жерде енді стористар, посттар өте пайдалы, қызықты контент өте көп. Бір жыл бойы уже инстаграм жүргізіп келе жатырмын. Сол жерде сіздерді көруге қуанышты боламын. Міндетті түрде келіңіздер, жазыңыздар. Все, видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.